Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қазиева Шолпан. Математика 3 сынып. Сабақтың тақырыбы 104 пен 4-тің көбейтіндісі, 416 мен 4-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Қосымша тақырып судың жануарлар үшін маңызы. Оқу мақсаттары: бөліндінің бір разрядына 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Оқушылар, сіздер білесіздер, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін үйренесің. Оқулықтың 14 бетіндегі 1 тапсырма. Көбейтудің қалай орындалатынын қарап, қорытынды жаса. 104 пен 4-тің көбейтіндісі. Ол үшін әуелі жазамыз. Бірінші көбейткіш 104, бірліктің астына екінші көбейткіш 4. Келесі бірліктерді көбейтемін. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16. Бұл 1 ондық және 6 бірлік. 6-ны бірліктердің астына жазамын. Ал 1 ондықты есіме сақтаймын. Келесі ондықтарды көбейтеміз. 0 мен 4-тің көбейтіндісі 0. Ойымдағы 1 ондықты қосамын. 1-ді ондықтардың астына жазамын. Ары қарай жүздіктерді көбейтемін. 1 мен 4-тің көбейтіндісі 4. 4-ті жүздіктердің астына жазамын. 104 пен 4-тің көбейтіндісі 416. Бөлудің қалай орындалғанына қарайық. 416 мен 4-тің бөліндісі. Ол үшін әуелі жазамын. Бөлінгіш 416, бөлгіш 4. Бірінші толымсыз бөлінгіш 400-дік. Бөліндіде 3 цифр, жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлеміз. 4 пен 4-тің бөліндісі 1. 1-ді бөліндіге жазамын. Ондықтарды бөлемін. 1 ондықты 4-ке бөлуге болмайды. Бөліндіге 0-ді жазамын. Келесі бірліктерді бөлемін. 1 ондық және 6 бірлік, бұл 16 бірлік. 16 мен 4-тің бөліндісі тең 4. 4-ті бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын. 416 мен 4-тің бөліндісі 104. Ары қарай келесі тапсырмамыз 2 тапсырма. Баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. 209 пен 2-нің көбейтіндісі, 324 пен 3-тің бөліндісі, 208 пен 3-тің көбейтіндісі, 428 пен 4-тің бөліндісі, 203 пен 4-тің көбейтіндісі, 816 мен 8-тің бөліндісі. Баған түрінде жазып, дұрыстығын тексеріңіздер. Келесі тапсырмамыз есептерді шығар. Комодтық кесірткенің ұзындығы 209 см, ал қолтырауынның ұзындығы одан 3 есе артық. Қолтырауын комодтық алабажақ кесірткеден неше сантиметр ұзын? Бұл есептің шартын құрып шешуін шығарасыздар. Есе артық деген қандай амал пайдаланын едік, есімізге түсіреміз. Келесі тапсырма. Пілдің биіктігі шамамен 324 см, ал сусиырдың биіктігі одан 3 есе кем. Сусиыр пілден неше сантиметрге аласа? Есептің шартын құрып, жауабын шығарамыз. Есе кем. Қай амал пайдаланамыз? Үйге тапсырма. Оқулықтарыңыз 16 бетіндегі нөмірі 6 тапсырма. Баған түрінде жазып және есептейміз. Дескриптор баған түрінде жазады, есептеп шығарады.